Біз бүгінгі күнде мемлекеттік мүддені жеке партияның мүддесінен жоғары қойып отырмыз. Бірінші кезекте қазір өзіңіз көру, және де алдымызда сайлау келе жатыр. Бірақ ол мемлекеттің дамуы ол бір сайлаумен ғана аяқталмайды. Сондықтан да біз болашақты ойлап, алдағы стратегиялық мақсаттарды ойлап, бүгінгі күнде мемлекет басшысын қолдайтын күштер, прогрессивті күштер, мемлекетшіл күштердің барлығының бір жұдырық боп біріккенін қалаймыз. Ол туралы президент көк тудың астында тұрып, бір тудың астында бірігу туралы айтқанның өзі символикалық мәні бар деп мен ойлаймын. Символдар күні. Сондықтан бір сол үндеуді қабыл алып, сонымен қатар жаңадан құрылған Әділет партиясы бар, басқа да күштер бар. Біздің барлығымыздың идеологиямызда, принциптерімізді, құндылықтарымызда, идеямызда барлығы бір. Тіпті біздің платформамызда саяси бірдей, былай қарасаңыздар. Содан бізге дауыс беретін электоратымыз да бір. Сондықтан біз осы Әділет партиясы, Аманат партиясы, біздің сайлаушыларымыз да бір болғаннан кейін, құндылық жаңа платформамыз бір болғаннан кейін, біз сол бір алаңда жүріп, бір-бірімізбен иық тіресіп жүрмей, сол иық тіресіп жұмыс істеп, итерісіп жүрмей, иық тіресіп жұмыс істейік деген сондай шешімге келдік.